қасқыр емес. Достар, ассалаумағалейкум. Аманвайп YouTube арнасына қош келдіңіздер. Қызылжар клубының арнайы шақыртуымен мен 16-шы тур аясындағы Петропавлдағы Қызылжар Елімай ойынына келдім. Бір апта бұрын бұл ойын 2-0 есебімен аяқталған болатын. Ол кезде Елімай жеңіске жеткен. Енді қарымта ойында екінші айналымның алғашқы турында кім жеңіске жетеді, соны бірге көрейік. Қызықтар өте көп болады. Аманвайп YouTube арнасына міндетті түрде жазылыңыздар. Телеграм арнамызда көптеген инсайттар бар. Ендеше көп сөзбай, Қарасай Батыр стадионнан влогты бастаймын. Кеттік. Тигр, а? Сен үшін келді ме? Сен үшін келді сізден. Достар, Қарасай Батыр стадионына кішігірім обзор. Жалпы стадион былтыр жаңартылған, реконструкцияны өткен, және былтыр Қызылжар Ұлытау ойыны алғашқы жерде өткен болатын. Синтетикалық төсеніш, енді солтүстікте күн суық. Сондықтан синтетика, жалпы еліміздегі ең бір мықты синтетикалық алаңдар қай жерде десеңіздер, Астана арена мен Қайсар аренада. Қалған алаңдарда шамамен бірдей. Футбол ойнауға келеді. Күн ашық, прожекторлар барлығы дайын, екіншіден де көретін боласыздар. Раздевалка мен сіздерге көрсеттім. Випкалар барлығы жаңартылған. Міне мен артымда бұл жерде сыйлы, құрметті қонақтар отырады. Кіру тегін бұл ойынға. Сол себептен меніңше бүгін енді 8.000 толатын стадионға бір шамамен 3.000-4.000 адам келетін сияқты. Қызылжар үшін өте маңызды ойын, себебі 4 тур қатарынан команда жеңіске жете алмай жатыр, тіпті тең ойындарда жоқ. Сол себептен Милич Чурчич деген серб бапкерін қызметінен босатқан. Менің ақпаратым бойынша оған бір 3 айлық неустойка берген деген бір ақпаратта бар екен. Орнына кім келеді? Ол кісі бүгін алаңда, және міндетті түрде ол кісімен сөйлесетін боламыз. Влогты қараңыздар. Достар, дәл қазір менің жанымда Этьен Бугре. Бұл футболшы бүгінгі ойынға қатыспайды, өйткені 4 сары қағаз алып қойған екен өкінішке орай, және біз Этьеннен бүгін бір кішігірім сұхбат алайық. Бірінші сұрақ. Этьен, Қазақстан футболы туралы не айта аласың, және Қазақстанға келгенде сені ең қатты таңғалдырған нәрсе? Déjà, le football France et Kazakhstan, j'étais surpris que ça soit physique. Mais après, je pensais que voilà, on allait être plus tactique, technique. Mais après, voilà, j'ai vu que c'était aussi costaud. Voilà, je n'imaginais pas aussi que ça soit aussi physique. Mais je suis surpris que ça soit physique et puis très costaud. Трансляция өткізілетін жер, мінекей қараңыздар. Бар бөлмесі, камералар, подтрибунка барлығы да, және осы жерде міне YouTube-қа трансляция беріледі. Бұл жерде енді болашақта фан-шоп болады. Келесі жыл келгенде атрибутика көп болса, әлемім осы Қызылжар. Міне, уже атақты, Карпович Андрей Владимировичтің картонкасы. Сіз дайындандыңыз ба осыны? Ол біздікі тренер, бас бапкер. Поэтому мы посчитали, что несправедливым будет, что он будет не на поле, и решили, что наш тренер всегда должен быть с нами, с нашей командой. И таким образом решили поддержать Андрея Владимировича. Андрей Владимирович, мы с вами. Алға Елімай, рахмет. Қайда қойасыздар енді? Бұл қазір қоюға бола ма екен мостикке? Қазір көреміз. Или на бровку поставим, если не разрешат, то на сектор Б1 заберем его с собой. Достар, бапкерлер мен қосалқы құрам ойыншылары отыратын міне жер, скамейка. Тамаша, әдемі. Осы жерде міне осындай керемет вид. Осы стадионда айтпақшы
Елімай әлі ұтпаған. Жалпы екі клуб тарихына қарасақ, 7 кездесу болған екен. 4 рет Елімай жеңіске жетті, 3 рет тең есеп болған және барлық тең есеп осы стадионда тіркелген. Былтыр кубокта естеріңізде болса, Қызылжар командасы пенальти сериясымен Елімайды жеңіп кеткен болатын. Бүгін енді қандай болады? Айтпақшы, сұрақ шығар, неге бұл Эльдар Аманбаев, қазақ футболының жанашыры, Қызылжардың кипасымен влог түсіріп жатыр. Өткені жаңбыр болды, қазір күн ашылды. Біз бүкіл қазақ футболының жанашырымыз ғой. Бүкіл клуб бізге бірдей. Сондықтан да маусым аяқталғанға дейін бір әр клубқа барып, осындай влог түсіруге болады. Рахмет. Добрый день! Не всегда увидишь, что слабая половина пола возглавляет фан-движение 15-й регион. Расскажите, пожалуйста, как вообще влюбились в футбол и почему поддерживаете именно Қызылжар? Ну, мне было 7 лет, меня папа привел на футбол. После этого стала ходить. Это 15-й регион, это уже 3-й фан-клуб в моей жизни. Как бы вот так вот. Говорят, что в вашем фан-клубе чистый матриархат, это правда? Нет, это неправда. У нас есть и мужчины, и дети, у нас все есть. Мы без половых признаков, у нас нет возрастных ограничений. Как бы всем рады, кто любит футбол, кто готов поддерживать нашу команду при любом результате, будь она на первой турнирной таблице или внизу, мы всем рады. Знаете, кто возглавит ваш клуб в ближайшие дни? Ну, по слухам, Жуковский. А где вы это прочитали? Ну, у вас, конечно. Вот, подписывайтесь на наш канал. Всем большое спасибо, поддерживайте свой клуб до конца. Қалайсыз, жеке? Он сейчас боится интервью даже. 100 МРП. Еще на 2 матча. Вы что, как? Нормально? Че, қалай? Прогноз на матч. Прогноз, кто выиграет? Прогноз 2-0 болады деп ойлаймын, біз жеңеміз, құдай қаласа. Гол кім салады, гол? Плакта салады и Свиридов. Все. Запомнили. Айбол қазір қасқыр емес, Айбол қазір бүркіт. Қызылжар стадионында полив жоқ дегендерге жауап бар. Міне. Аслан Эдель. Номер 8 капитан. Үшінші бұрыштама. Ойынның небәрі 7-ші минуты. Өте ашық ойын болып жатыр. Өте ашық. Екі қақпашы да бір-бір сейфтен жасап үлгерді. Штанги болды. 3 бұрыштама. Бүгінгі ойында кемінде 2 гол соғылатыны анық сияқты. Достар, 10-ші минутта ойыншы алмасу. Өкінішке орай Челядник бұл ойынды жалғастыра алмайтын секілді. Және Вадим Петров алаңға шығады. Петропавлдың тумасы қалған минуттарда енді өз командасын жеңіске жетелеу керек. Достар, осылай қалаларда аралап, стадиондарға барып, матчтарды көру, бұл менің серіктестерімнің арқасы. Оларда жаңа акция қазір.
10.000 теңге алғыңыз келсе, Аман Vibe промокодымен тіркеліңізде, сол 10.000 теңгені алыңыздар. Сілтемесі астыда, және бонус күні деген акция жүріп жатыр. Болжамды жасамай тұрып, егер сол бонусқа бассаңыз, сізге міндетті түрде ұтылдыңыз ба 30% беріледі. Егер ұтсаңыз 40% беріледі қайтарылып, егер ұтылсаңыз 50% қайтарылады. Кез келген осындай бонусты таңдап, өзінің бағында сынап көруге мүмкіндік. Серіктестеріме рахмет, сілтеме астыда, Аман Vibe промокод, ұмытпаңыз, сәттілік. Бүгінгі ойынға Семейден де, Астанадан да, осы Петропавлда тұратында Елімайдың жанкүйерлері жиналған екен. Сол бір Андрей Владимирович Карповичтің бейнесі осында, міне. Ешбір ойынды қалдырмайтын жанкүйерді осында. Және де қазір көрейік. Ребят, растягиваемся, давайте. Готовы надо быть во втором тайме выйти. Никит, давай, активнее. Активнее, ребята. Сегодня надо выигрывать. Бактпекович. Все, давай, ты в старте на следующий матч. Новый тренер, ребята, давайте, надо показать себя. Тайм аяқталды, есеп ашылмады, бірақ мүмкіндіктер өте көп болды. Екі командада мүмкіндіктер болды, бірақ қақпашылар Коновалов, Елімай және Петров Қызылжар өзінің жұмыстарын 100%-ға орындады. Екінші тайм күтеміз. Айбол Абыкен, Айбол, бүкілінің сұрағы бар. Бүкіл жанкүйерлер Айбол Қызылжарға, Петропавлға ақша үшін кетті. Рас па? Қалай түсіндіресің өзінің кеткенінде Қайсардан? Енді біріншіден қанша адам бар, қанша мнение дейді ғой, әркімнің өзінің ойы бар. Кім не десе де енді карьерамды ары қарай жалғастырамын. Енді Қызылжарға келген бірден бір себебім мені алдағы жоспарлар, алдағы тренерді руководство дейді ғой, басшылықтың маған деген көзқарасы. Ең бірінші себеп те сол. Алдағы жоспарлар мені қызықтырды көбіне. Сол үшін осындай шешім қабылдадым деп айта аламын. Қайсар жанкүйерлеріне бір-екі ауыз сөз айтсам? Қайсар жанкүйерлерін тек қана бір сөзбен айтсам, мен өте жақсы көремін Қайсардың қызылордалық жанкүйерлерді. Енді ренжіп жатқан көп жанкүйерлер бар, кешірім сұраймын. Әрқашан жүректесіздер. Екінші тайм қайтадан бұрыштамамен басталды. Сиге қарсы ойнаған футболшы осы ағай Страхиния Танасиевич, МЛС-те ойнаған. Бүгін Қазақстанда дебют жасауы мүмкін. Басында алаңға шыққан Мұртазаев осылайша өте оп-оңай гол соқты. Бүгінгі ойынға Қызылжар командасының иесі Сергей Владимирович Канда келді. Енді команданы алған кезде бұл олигарх футболға көңіл бөлмейді. Биыл тек қана 1 миллиард теңге ақша бөлді деген көп әңгімелер тараған екен. Бірақ байқағанымыз әр
ойынға келеді екен, мүмкіндігінше. Бұл да деген футболға деген махаббат. Егер немқұрайлы қараса, осындай ойындарға келе ме басшылық? Соңғы минут. Ойын аяқталды, құрметті көрермен. Елімай командасы сырт алаңда маңызды жеңіске қол жеткізді. Жалғыз голдың авторы Роман Мұртазаев осы маусымдағы өзінің 8-ші голын салып, Жоржиньоға мен теңесті, екеуінде де 8 голдан. Красный, черный, красно-черный, красно-черный. Нельзя ему! Нельзя! Виталий Леонидович Жуковский, экс-тренер Атырау и будущий тренер команды Кызылжар. Леонидович, как вам игра? Смотрели? Что думаете? Как город? Как вообще вам этот проект? Ну, проект интересный очень. Встретился и с инвестором клуба, и со всеми руководителями. То есть интересный проект. Многое хотят сделать положительного, то есть особенно что касается инфраструктуры, да, то есть и видно, что люди хотят в долгую, то есть это очень приятно. То есть, сами знаете, тренерская такая доля, то есть не всегда в долгую получается. В одном клубе я 11 лет поработал, в другом, может, полгода, то есть, да, то есть как жизнь покажет, но многое зависит и от меня самого, да, то есть смогу ли я выстроить то, что требует руководство клуба, да, и сможем мы ли идти дальше, как говорится, плечо в плечо. Так что, все обсудили. Дай бог сейчас печально в том, что когда я команду видел в начале, наверное, чемпионата, вот первых, наверное, туров 5, мне очень понравились. Кызылжар, мне понравилась игра, я это отмечал, то есть, что-то нарушилось. Так бывает, то есть, что-то надломилось, что-то перестало получаться. И сейчас, конечно, когда команда... Мы сейчас же пропускаем, да, следующий тур, который уже сыграли с Кайратом. То есть, и я думаю, что еще подтянутся, и команда уже будет под вылетом. Конечно, это не радует. То есть, так что предстоит тяжелая работа, и дай бог, что мы команду начнем, как говорится, поднимать, потому что, и мой коллега Мима Чурчич, я считаю, качественным специалистом, знаком, он и работал и в Беларуси. То есть, такие моменты бывают, и приходится так иногда приходить. Тренеры не любят приходить посредине сезона, я вам так скажу, да, то есть, но приходится делать и так что дай бог всеми силами будем работать на то, чтобы команда прогрессировала и шла вперед. Генеральный директор футбольного клуба Кызылжар Алишер Абсалямов. Ербулатович, когда вы назначились на эту должность, все удивились. Как, что после такого бэкграунда, после Кайрата, Кардифа, где вы там в Атырау работали, да, очень хорошо. Чем завлекли вас в Петропавловск? Почему вы поверили в этот проект и почему вы пришли работать сюда? Рахмет, Эльдар, что приехали, посетили наш матч. К сожалению, не смогли порадовать наших болельщиков и людей, переживающих за североказахстанский футбол положительным результатом. Но так как вы уже только что задали этот вопрос, хочу ответить тем, что завлек меня Петропавловск или футбольный клуб Кызылжар. Во-первых, это проектом, это долгосрочным проектом, перспективами, которые у нас есть, которые мы сейчас планируем
на наши. У нас есть и краткосрочные, и долгосрочные виды, взгляды, на которые, план полностью. И огромная поддержка со стороны инвестора, руководителя нашего Сергея Владимировича, который не просто как инвестор дал какую-то сумму и ограничивается просто наблюдением за нашей работой. А в целом он вовлечен, и огромная поддержка и его доверие, так сказать, больше или в той или иной степени убедили меня прийти и согласиться к работе или к этому данному проекту вообще. У команды новый тренер, хорошо знакомый тренер, да, с которым вы работали не безуспешно, Кадрау. Какие задачи поставили перед Жуковским на вторую половину сезона? Да, вы уже заметили то, что мы с ним имели опыт совместной работы. Не безуспешный, конечно, мы выстроили и построили достаточно боеспособный коллектив в Атырау. Для нас мы добились положительных, так сказать, результатов и касательно каких-то кубковых встреч, чемпионата, где мы все, скажем, из года в год росли. И также мы, так сказать, вырастили несколько игроков, которые сейчас и в сборной Казахстана принимают свое участие, играют, вызываются туда. Тут мы с ним, чтобы у вас, может быть, какой-то инсайт был, заключили буквально только вчера трудовой договор, мы подписали с ним контракт. Перед ним сейчас задача одна – это стабилизировать команду. Понятно, что, может быть, для некоторых покажется, что это непростой момент, но мы это с ним проходили уже в Атырау. Он тоже в межсезонье, так сказать, пришел и наладил, как и в раздевалке, и на поле работают. Наверное, за него отвечать за то, что он умеет или он должен сделать, это сам тренер должен, да. Но с моей стороны, конечно, я полностью поддерживаю данного кандидата, данного специалиста, и кандидатура Жуковского не только для меня, но для всей казахстанской общественности. Например, сейчас это тот специалист, который нам нужен, и он с нами. Достар, осылайша ойын аяқталды. Семейлік Елімай Иманов жеңіске қол жеткізді, 4-ші орынға жайғасты. Ал Петропавлға енді жұмыс жасау керек. Жаңа бапкер келді, жаңа ойыншыларды ойнату керек. Жалпы бір айтарым, Солтүстік Қазақстан облысында футбол бар, футболды жақсы көреді, және бұл футбол дамиды. Себебі Қызылжардың басшылығы өте көп күш салуда. Ойыннан кейін Кан мырза, Абсалямов Алишер мырза кірді, барлығы бір-біріне қолдау көрсетті. Сондықтан менімше Қазақстанда егер көп жақсы клубтар, мықты клубтар болса, соғұрлым біздің чемпионаттың деңгейі өседі. Сол себептен менің каналымның өсуіне де өзіңіздің ықпалыңызды тигізіңіздер. Лайк басып, комментарий жазып, қай қалаға барайық, жалпы подписка жасап, тезірек бір 10 мыңға жеткізейік. Аманбаев АПЛ-ды емес, КПЛ-ды қараңыздар. Рахмет. Бүгін бізде таза vibe. Кешегі өткен жағдай хайп. Бүкіл мемлекет менің контентіме дайын. Егер талғамы болса, мені ютубтан қарай. Бүгін бізде аман vibe.